595 есептің біріншісін шығарайық. Тең деп жалғастырамын. Берілгеннен кейін 7-тен 5-тің квадраты. Оны біз 7-тен 5 көбейтілген 7-тен 5 деп жазып аламын. Көбейтілген 15-тен 7 тең. Қысқартайық, 7 саны мен 7 санын қысқартамыз. 5 саны мен 15 санын қысқартатын болсақ, 3-ке тең 1-ге тең болады. Сонда 7-ні 3-ке көбейтетін болсақ, 21-ге тең болады да, алымы 5-ке тең болады екен. Келесі, екіншісін шығарайық. Тең деп жалғастырамын. Берілгеннен кейін 4-тен 3-тің квадраты деп тұр, яғни 4-тен 3 санын 2 рет көбейту керекпіз. Көбейтілген 45-тен 32 тең. Қысқартып жіберейік. 1-ге тең болады, 15 болады екен. 32 мен мына екеуінің көбейтіндісі бізде 16-ға тең. 16-ны 32-ге қысқартатын болсақ, 2-ге тең болады. Енді 3 пен 15-ті де қысқартсақ болады. 1 болады, 5 болады. Сонда нәтижесі 5-тен 2-ге тең болды. Келесі, үшіншісін шығарайық. 2-ден тең деп жалғастырамын. 2-ден 1 санын 2 рет жазып аламыз. Көбейтілген 5-тен 4 тең. 4-ке 4-ті көбейтсек, 2-ге 2-ні көбейтсек 4 болады, ол 4-пен қысқарып кетеді. Сонда бізде 5-тен 1 қалады екен. Келесі, төртіншісін шығарайық. Төртіншісі тең деп жалғастырамын. 2,7-тен 5-ті біз араласаны бұрыс бөлшектеріне жазалайын. 7, 14, 19 болады. 19-дың квадраты көбейтілген 19-дан 14 екен. Тең енді 2 рет жазамыз. 7-ден 19 көбейтілген 7-ден 19 көбейтілген 14 алымында бөлімде 19. 19 мен 19 қысқарып кетеді. 7 мен 14-ті қысқартатын болсақ, 2-ге тең болады. Сонда 19-ды 2-ге көбейтетін болсақ, 38 бөлімде 7. Араласанға айналдыратын болсақ, 5,7-ден 3-ке тең болады екен. Келесі, 5-шісін шығарайық. Тең деп жалғастырамыз. 2,3-тен 1-дің квадраты көбейтілген, араласаны 1-ден жазуым керек осы жерде. Бүйтейік. Тең деп жалғастырғандықтан бұрыс бөлшекке айналдыруымыз керек. 3, 6, 7 жақша сыртында квадраты көбейтілген 98-ден 27 тең. Енді 2 рет жазып алайық. 3-тен 7 көбейтілген 3-тен 7 көбейтілген 98 алымында 27. Көбейтетін болсақ, екеуін 9-ға тең. Оны 27 мен қысқартатын болсақ, 3-ке тең болады. 7 мен 98-ді қысқартатын болсақ, екеуін көбейтіндісі 49-ға тең болады. 98 мен қысқартатын болсақ, 2-ке тең болады. Сонда жауабы 2-ден 3-ке тең болады. Оны аралас сан түріне жазатын болсақ, 1,2-ден 1-ге тең болады екен. Бұл бізде 5-шісі. Енді 6-шысын шығарайық. 11-ден 8-дің квадраты, яғни 11-ден 8-ді 2 рет жазып алам. Көбейтілген 11 алымында 32 бөлімде. 11 мен 11 қысқарып кетеді. 8 мен 8-ді көбейтетін болсақ, 64-ке тең. Оны 32 мен қысқартатын болсақ, бізде 2 қалады. Сонда 11-ден 2-ке тең болады екен. Келесі, 7-шісін шығарайық. 10-нан 3 тең деп жалғастырамыз. Берілгеннен кейін 10-нан 3 тең көбейтілген 6 бөлімде 5 алымында екен. Қысқартайық. 2-ке тең болады.
қысқартайық, 2-ге тең болады, иә? 1 болады, 2-ге тең. Енді көбейіп жазамыз енді, 4-ті көбейтеміз 10-ға, 40 болады, 40-тан 3-ге тең болады екен. Келесі 8-шісін шығарайық. Тең деп жалғастырамын. Берілгеннен кейін 3-тен 2 көбейтілген 3-тен 2 көбейтілген 24-тен 15 тең. Қысқартайық, 3 санына, так, 5-ге тең болады, 1-ге тең болады. Так, екеуін қысқартып көбейтсек 24-ті 24 так, 24 болады, 24-ті 4-пен қысқартатын болсақ, так, 6-ға тең болады екен. 6 мен 3-тің көбейтіндісі бізде 18-ге тең, 18-тен 5-ге тең болады екен, сонда жауабы. Келесі 596 есептің біріншісін шығарайық. Тең деп берілгеннен кейін жалғастырамын. Аралас бөлшекті бұрыс бөлшекке айналдырып жазалайық. 2, 3 болады. Көбейтілген, келесі бөлімде 3, 4 болады екен. Көбейтілген 4, 5 болады. Одан кейін 5, так, 6 болады, е? 6, бөлшектің бөлімде 6, так, 7 болады. Азайтылған 2-ден 1 тең. Енді қысқарып жіберейік. Қысқарып кетеді, қысқарып кетеді, қысқарып кетеді, қысқарып кетеді. Сонда бізде 2-ден 7 ғана қалды. Азайтылған 2-ден 1. Сонда азайтып жіберетін болсақ, бөлшектің бөлімде 2, алымында 6 болады, бөлсек 3-ге тең болады екен. Келесі 2-шісін шығарайық. Тең деп жалғастырамын. 4, 5 болады. Көбейтілген 5, так, 6 болады. Көбейтілген 6, 7 болады. Көбейтілген 7, 8 болады. Одан кейін 8, 9 болады екен. Азайтылған 4-тен 1 тең. Қысқарып кетеді бізде. Қалды сонда бізде 4-тен 9. Азайтылған 4-тен 1. Сонда бөлшектің бөлімде 4, 8 қалады. Бөліп жіберсек 2-ге тең болады екен. Келесі 3-шісін шығарайық. Тең деп жалғастырамын. 2, так, 4, 5 болады. Көбейтілген 5, 7 болады. Көбейтілген 7, 9 болады. Көбейтілген 9, так, 11 болады. Көбейтілген 11, 13 болады. Қосылған 2-ден 1 тең. Қысқартып жіберейік. Сонда 2-ден 13 қосылған 2-ден 1. Так, 14 бөлінген 2, ол деген 7-ге тең болады екен. Келесі 4-шісін шығарайық. Так, тең деп берілгеннен кейін жалғастырамыз. 3 болады. 6, 7. Көбейтілген 7, так, көбейтетін болсақ 11-ге тең болады. Көбейтілген 11, 15 болады. Көбейтілген 15, 19. Көбейтілген 19, так, 23-ге тең болады. Азайтылған 3-тен 2 тең. Енді қысқартып жіберейік. Бәрі қысқарып кетеді. Одан кейін бізде 3 бөлімде алымда 23 саны қалады. Азайтылған 3, 2. Азайтатын болсақ 21-ге тең, бөлімде 3, бөліп жіберетін болсақ 7-ге тең болады екен. Келесі 597 есептің біріншісін шығарайық. Сан тізбегінің заңдылықтарын анықтап, сандар тізбегінің келесі 3 мүшесін жазыңыздар дейді. Так, алымы тұрақты бір санға қосылып тұр. Бөлімдері 37-ге тең болады.
Сонда 37-ні өзін жазып қояйық. Келесі сонда бізде 5 болады. Келесі 37-ден 6 болады. Келесі 37-ден 7-ге тең болады екен. Келесі екінші есебіне қарайық. Заңдылық бізде екі сан шегер болып отыр, алымынан бөлімі тұрақты сол 29. Сонда 15-тен 2-ні алатын болсақ, бізде 13 болады. Келесі 29 деп жазып қоямыз бөліміне. 2 санын шегеретін болсақ, 11-ге тең болады. Келесі 29-дан 9-ға тең болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. Алымына тұрақты 2-ге көбейтіліп отыр. Сонда бөлшектің бөлімі 17 болса, 16 болады алымы. Одан кейінгі сан 17-ден 32-ге тең болады. Келесі 17-ден 64-ге тең екен.